Непал мен Тибет шекарасындағы Патикоши, Тришули өзендері тасып, мыңнан астам адам хабар-ошарсыз кетті. Қазірге дейін Непалда 165 адамның мәйіті табылса, Тибетте 3 адамның қаза тапқаны расталды. Дронмен түсірілген кадрлардан жолдардың ойраны шығып, ғимараттардың қалың лай астында қалғанын көруге болады. Непалдың төтенше жағдайлар ведомствосы апат аймағында 826 адамның із-түзсіз жоғалғанын айтады. Олардың арасында құтқарушылар мен шетелдік туристер де бар. Ал Тибетте кемінде 558 тұрғын іздестіріліп жатыр. Құтқару жұмыстары басталып кеткен, дегенмен толастамаған жаңбыр, қалың батпақ пен жолдың жоқтығы іздеу шараларын қиындатып жіберді. Апат аймағына халықаралық көмек те жете бастады. 2 азаматы жоғалған Австралия жәрдемдесуге дайын екенін хабарласа. Оңтүстік Корея 9 азаматын іздестіру үшін Непалға арнайы құтқару тобын аттандырды. Жойқын сел сәрсенбі күні Расува округіндегі Патикоши өзенінің кенеттен тасуынан басталған. Климат сарапшыларының айтуынша, табиғи апатқа мұздықтың құлауы себеп болған. Синоптиктер бұл аймақта жаңбыр әлі де жауып, күн күркірейді деп болжауда.